Қалампырдың гвоздиканың 9 емдік қасиеттері. Бүгінгі видеода қалампырдың гвоздиканың 9 емдік қасиеттерін айтатын боламыз. Егер де осы 9 қасиетті білгіңіз келсе, міндетті түрде видеоны аяғына дейін көріңіз. Ұнаса да, ұнамаса да тіркеліңіз. Жақын жуық дос-жарандарыңызбен бөлісіп, қоңыраушамды басып қоюды ұмытпаңыз. Келесі видеоларды жіберіп алмас үшін. Осылай жасау арқылы біріншіден қазақ тілді контенттің дамуына үлес қосасыз. Екіншіден ана тіліміз қазақ тілінің дамуына азғантай да болса септігіңізді тигізесіз. Бірінші, күн сайын 2 дана қалампыр дәнін шайнап жүрсеңіз, созылмалы ангинадан құтыласыз. Екінші, тамағыңыз ауырған кезде шайнасаңыз, ауру басылады. Үшінші, тамақтанудан 30 минут бұрын бірнеше бөлігін шайнасаңыз, ішектің ақ құрттарын 2 күн ішінде өлтіреді. Төртінші, қалампырдың әрбір шоқтарының құрамында эвгенол, кариофиллен және иланген сияқты хош иістері бар 20% эфир майы бар. Сондықтан оның ақ құрттардан басқа ағзадағы инфекциялық бактерияларды, стафилококк, туберкулезді өлтіру қабілеті де бар. Бесінші, ауыз қуысының қабынуын емдейді. Сағыздың орнына шайнау стоматит, периодонтит және гингивит ауруларын емдейді. Ауызды жуатын кез келген заттан артық жағымсыз иісті басады және қайтадан иісті болдырмаудың ең арзан әдісі қалампырды шайнау болмақ. Алтыншы, эвгенолдың құрамы қатерлі ісікті тоқтатуға және оның қайталануын болдырмауға көмектеседі. Бұл арнайы сынақтармен дәлелденген және тұқым қуалайтын қатерлі ісікке шалдығу қаупі бар адамдарға алдын алу үшін үнемі қолданып отыруға кеңес беріледі. Төмен қысымды жоғарылатуға қызмет етеді. 2 данасын шайнап 1 кесе кофе ішкенмен тең. Қан қысымының төмендеуінен болатын шаршағыштықты, бас айналуды және бас ауруын басады. Бұл 2 тал қалампыр энергияны қалпына келтіреді және дененің қорғаныс қабілетін арттырады. Бұл хош иісті демдеушінің құрамындағы В дәрумені ұйқысыздықты жойып, тыныштандыратын әсері бар. 9. Шайдың хош иісін, дәмін және жылу сапасын арттыру үшін оның 1-2 талын үнемі 1 шайнек сүтті шайға қосып ішіңіз. Егер сіз отбасыңызбен қолданғыңыз келсе, түнде ұйықтар алдында молырақ 1 кесе сүтке сары май, ас содасы, 1 ас қасық арпа талқанымен араластырып, 1 тал қалампыр қосып дәмін шығарып ішіңіз. Таңертең оянғанда керемет демаласыз. Қалампырдың сапасын тексергіңіз келсе, оны кеседегі суға қатты лақтырған кезде тігінен жоғары қалқып кетсе, немесе ыдыстың түбінде тігінен тұрса, бұл эфир майы әлі де бүтін және емдік қасиетін жоғалтпағанын білдіреді. Ал көлденең қалқып тұрса, эфир майының буланған және терапиялық мәнін жоғалтқанын көрсетеді. Тыйым: егер өсімдікке аллергияңыз болса, қолданбаңыз. Егер өсімдікке аллергияңыз болса, қолданбаңыз. Сүт тістері түспеген немесе тісі енді шығып жатқан кезде қолдануға болмайды. Қан қысымы жоғары адамдарға қолдануға болмайды. Осы видеодан сіздерге қажетті ақпарат бердік деген ойдамыз. Егер де асқабақтың дәнінің қандай қасиеттері бар екенін білгіңіз келсе, келесі видеоға дәл қазір